Негізінде мен сен кім болсаң да саған ешқашан іздеуде жүрген қылмыскер болмауға кеңес беремін. Өйткені сен түннің маңында тыныш жата алмайсың. Әрбір талдың артында біреу бар секілді сезіліп, бойың үрейге толады. Осындай сезімдерді бастан кешіп, өзім түрмеден қашып, Атышулы Барса келмес аралындағы орманды кезіп бара жаттым. Білмеймін неліктен осындай Атышулы жерде билік өкілдері түрме салуды шешкенін. Бірақ менің ойымша, бұл жауабын барлығымыз білетін сияқтымыз. Қалың орман арасынан өту оңай болған жоқ. Жабайы аңдар, түнгі тылсым дыбыстар және де әрине әр жерден полиция лап беріп, атып тастайтын секілді көрінеді. Тіпті бір балшық суға түсіп кетіп, сіріңкем мен ескіріп кеткен пышағымды балшықтан алып шығара алмадым. Сөйтіп, от жаға алмай, немесе тіпті қараңғыда жол таба алмай жүрген едім. Бір кезде ағаш артынан аш жүрген мұрным бір оттың иісін сезді. Осы сәтте бойым қуатқа толғандай болып, қоян қуған қасқыр секілді иіс шығып тұрған жаққа қарай темселе бердім. Жақындағанда алдымнан ескіріп кеткен, тіпті шынымды айтсам жермен қосылып кеткендей, дәл мультфильмдегідей ескі үй шықты. Ол өте қорқынышты көрінді. Түні бойы ол үйдің қасында жүрдім, ол үйдің айналасында жүрдім, ол үйге қарадым, есігін қарадым. Сөйтіп, оның есігінің арасында жарық пен жылу сезілді. Бірақ бір нәрсе мені алаңдатып тұрды. Бұл үйде кім тұрады екен? Ол маған көмек қолын соза ма екен деп ойладым. Есіктен шыққан кәрі кемпір мені табанынан басыма дейін қарап шықты. Сөйтіп, оның жүзінен кішкене жымиып тұрған сезімді сездім. Оның беті адамның бетіне мүлде ұқсамады. Кейбір жерлері тесік, тіпті төмпешік демессің. Бұлай сипаттасақ, түрі адамға емес, 100 жыл жатқан ағашқа ұқсайды. Мен туристпін, барса келмеске жалғыз келіп, енді адасып қалдым. Жолда сіздің үйіңізді көріп, көмек сұрап келіп тұрмын. Айып етпесеңіз, сізде бір күн түнеп шықсам бола ма? Мен өзімнің түрмелік сары киімімді жасырып тұрдым. Қаншалықты адасқаныңды мен көріп тұрмын, деді де сәл жымиып қоя берді. Осы сәтте маған бұл адамда тұрған кәрі қарға көп нәрсені білетін секілді көрінді. Менің аты жөнім Ақмарал Дәулет қызы, ал сен мені жай әже дей берсең болады. Ол есігін жауып, мені үйіне кіргізді. Үй іші шынымен де өте жайлы екен. Жылу, жарық, барлығы өз орнында. Бұл әже мені күтіп 100 жыл от жағып отырған секілді. Әй пәлем, енді не болса да сол болсын. Орманда шіргеннен гөрі осы жерде түнеп шыққаным жақсы емес пе? Қап пәлем, егер полиция осы жерге келсе, оны мені атып тастауы мүмкін. Ал бұл әжеге өте обал, ол маған көмектеседі, ал полиция оны атып тастаса немесе түрмеге жапса, не болады? Не дегенмен маған 1 жыл емес, 2 жыл емес, бақандай 15 жыл берді. Тіпті мені олар көрсе, атып тастауына да құқығы бар. Қазіргі заман өте жаман болып кетті. Ал менің жағдайым одан да қатты жаман деп айтсақ та болады. Не ойлап тұрсың? Мынаны ал, деді де өзінің кәрі қолын созып маған өткір қауіпті бритва берді. Ол өте өткір еді. Мен айнаға қарап қалсам, бетімнен бет қалмаған екен. Сақал мұртым өсіп, адамға емес, малға ұқсап қалыппын. Ойға батып кетіп, қалай бетімді бритвамен кесіп алғанымды байқамай да қалдым. Сөйтіп ас бөлмеге кесік-кесік болып бардым. Бұны кәрі қарға бірден байқап қойды. Ол өзінің түнектей қара көздерімен маған тесіле қарап тұрды. Сөйтіп ол саусағымен қанаған жерді ұстап қалып еді. Жарам бірден жазылғандай болды. Бәлкім бұл мыстан шығар деп қойдым ішімнен. Сөйтіп стіл басында отырдық. Осы сәтте ол маған жасаған тамағын берді. Шынымды айтсам, ана тамағының ішінде оның шашы балқып тұрды. Тамағы да өте жағымсыз иіс шығарып тұрды. Мен тіпті оған тиісуге де батылым жетпеді. Сөйтіп, майысып тұрғанымды көріп, кемпір бірден қасыққа тамақ салып аузыма тығып жіберді. Мен оның қимылдарын тіпті сезбей де қалдым. Құсып жіберуге де батылым бармады. Сөйтіп әрең дегенде бір қасықтан бір қасық жұтып алдым.
Бара-бара оның нашар дәмі күшейе берді, ал менің бойымнан күш кетіп бара жатқандай болды. Сөйтіп мен әлсіздіктен сол жерде құлап қалдым. Ары қарай есімде ештеңе жоқ. Қанша күн өтті, қанша түн өтті. Көзімді аша берсем, бірде күн, бірде түн. Күн мен түн ауысып тұрғандай болды. Сөйтіп мен әрең ес жинадым. Тұрсам, ай жарығы ашық тұрған терезеден дәл менің бетіме түсіп тұрды. Кенет есіктің іксінеген дыбыс естілді. Мен бірден сол жаққа қарай қарадым. Қарап қалсам, есік алдында өте әдемі қыз тұрды. Үстінде ештеңе жоқ. Иә, ештеңе жоқ. Түрмеде ұзақ жатып, қыз атын көрмеген денем бірден оянып кеткендей болды. Ол қыз ештеңе демей маған жақындай берді де саусағымен ернімді ұстап, ешкімге айтпа деген секілді болды. Ал мен оның айтқанын тыңдап, өзімнің сезімдеріме елік бердім. Екеуміз сол түні керемет аққулар секілді майса би билегендей бір-бірімізді сөзсіз түсініп, ай жарығында қосылдық. Ертесіне тұрып қарғаның ас бөлмеде асыға-асыға тамақ дайындап жатқанын байқадым. Ол жымиып жүрді. Айнаға жақындап барып өзімнің түріме қарасам, 10 жылға жас жинап алғандай болдым. Кешегі 25 жастағы жігіт емес, 40 жастағы атадай болыппын. Ертесіне ол қыз тағы қайтып келді. Түн ортасында біз тағы қосылдық. Әжеден осы қыз туралы сұрап едім. Ол білмеймін, бәлкім көрші ауылдан келген қыз шығар деді. Осы кезде мен жақын маңда ауыл бар екенін білдім. Сөйтіп басымды ұстап қалсам, қолымда бір нәрсе ілінді. Қарап қалсам, ағарған шашым екен. Мен бірден айнаға қарап ұмтылдым да, айнадан 60-тағы шалдың түрін көрдім. Мен соншалықты қартайып кетіппін. Мен мүлде білмедім. Бұл жерде не болып жатыр? Қандай тылсым оқиға? Неліктен мен осындай болып жатырмын, ал неліктен түнде сол қыз келіп жатыр деген секілді ойлар маған маза бермеді. Соның кесірінен бойымнан күш кетіп әлсіреп барамын. Сөйтіп кеш жатқанда тайып тұру қажет. Сөйтіп түні бойы көз ілмей шықтым. Маған бір нәрсені түсінбей жатқан секілді сезілді. Осы сәтте ай жарығы бөлмеме түсіп, есіктің ашылғанын байқадым. Сен кімсің? Неге маған келіп жүрсің? Деп сұрадым. Осы кезде мен одан ешқашан байқамаған затты байқадым. Оның бетінде еш эмоция жоқ, ешқандай сезім жоқ еді. Ал қазір ол маған тесіле қарап, жымиып тұрды. Жымиғанда әдемі жымию емес, қорқынышты күлкі деп айтсақ та болады. Осы сәтте мен айнадан оның нағыз түрін көрдім. Ол нағыз мыстан. Беті әжімге толы, тырнағы қап-қара өткір, ал жымиып тұрған жерінен оның тістерін көрдім. Олар қап-қара, аңның тісіндей өткір болды. Осы сәтте мен қолымна бритвамды алып, оған қарай сілтеп жібердім. Мен не істеп тұрғанымды білмедім. Жай ғана өзімнің денемді, өзімнің өмірімді құтқарғым келді. Неліктен екен білмеймін, мен бала кезімде жаттаған сүрелерім, аяттарым, тіпті дұғаларымды оқи бастадым. Қате болса да оқи бердім. Бір сәтте дұғам іске асқандай болды. Адреналин ойнап, оны қуғаннан ләззат алдым. Себебі болмастан мені алдап, менің күш қуатымды өзіне тартып жүріпті. Бір сәтте мен өзімнің балшыққа батып бара жатқанымды байқадым. Қарасам, ол балшықта кәдімгідей жүзіп жүр екен. Мен оған қарасам, ол өзінің денесін өзгертіп жатқандай болды. Бірақ түн маңында оны дұрыс көре алмадым. Ол маған қарап тұрып, өзінің денесінде өзгерте бастады. Ол 3 метрлік құбыжыққа айналды. Менің дұғаларым әсер етпеді. Ешқандай күш болмады. Балшықтан шыға алмаймын. Ал ол маған жақындай берді. Осы сәтте мылтықтың атылған дыбысы естілді. Сөйтіп ескі мылтығын ұстап жүрген бір ата келді. Ол қолындағы мылтығымен оған атып жіберді. Ал анау құбыжық соңғы демін шығарып, балшық арасында кете берді. Сөйтіп ана ата жақындап, мені балшықтан шығарды. Амансың ба, балам? Бәрі жақсы ма? Мен бұлар туралы әкем айтушы еді. Және де мен бұл албастыны 30 жыл аңдып келдім. Ол менің ауылымды қырып тастады.
Бала кезімде бұлар туралы әкем айтушы еді. Бірақ сол кезде мен бұны жай ертегі секілді деп ойладым. Бірақ бір кезде ауыл адамдары шет-шетінен жоғала берді. Түсінесің бе бауырым? Олар шет-шетінен жоғала берді. Ал бұл жоғалмастан бұрын олар бір нәрсе айтқан еді. Қазір есіме түсіріп жіберейін. Иә, олар айтуы бойынша олар бір күн бұрын бір өте ескі үйді көрді. Ал сол ескі үйде бір өте ескі әжей жүрді. Иә, мен қазір өзімде ескімін, бірақ та айтып тұрғаным шын. Олар жоғалмастан бұрын әжейді көрген еді. Және де мен бұны өте жай ғана ертегі деп қабылдадым. Бірақ бір кездері осы адамдар жоғалғаннан бастап, олар шет-шетінен жоғалғаннан бастап, бұл кезек менің отбасыма да келді. Бірінші менің әжем мен атам жоғалды. Бұлардың жасы өте кәрі еді. Сондықтан олар тез жоғалған секілді болды. Сөйтіп, түсінесің бе бауырым, одан кейін менің әкем мен анам жоғалды. Олар аңға кетіп, ешқашан оралмады. Ал содан соң оларды іздеп, 6 жастағы інім түн ортасында оларды іздеп орман арасына кетті. Сөйтіп мен барлығында жоғалттым. Отбасымды, інімді, ауылымды. Сондықтан мен өзіме серт бердім. Бұл албастыны тауып, өз қолыммен өлтіремін дедім. Ал сен бауырым, бұл жағдай туралы ешкімге айтпа. Қазіргі заманның адамдары бұндай заттарды қабылдау қиын. Ешкім саған құлақ аспайды. Жүр, мен саған жолды көрсетейін.